Сәлем, бұл контент математика туралы. Бұл жерде біз есептер талқылаймыз, есептер бірге шығарамыз, және де бұл контент пайдалы болатын болса, міндетті түрде тіркеліп кет, лайк басып, және де достармен бөлісуді ұмытпа. Бүгінгі тақырып бізде жиындар теориясы, немесе теория множеств. Бізде мынандай есеп берілген екен. Бұл есептер айтпақшы мат сауаттылықта өте көп кездеседі. Есептің берілгені. Бізде мынандай үш жиын бар деп ойластырайық. Яғни бірінші, екінші және де үшінші жиын. Бұл жиындардың қандай да бір өлшем бар деп ойлайық. Яғни бізде осындай жиындар берілген екен, және де осының өлшемдері 9, 17, 7. Айтпақшы, математика саласында біз сандармен жұмыс жасаймыз, және де теориялармен жұмыс жасаймыз. Сол себепті мәтінде, контекстте аса қатты мән бермей, ең бастысы мағынасын түсініп алу қажет. Енді бізде осы үш жиынды басқаша ауыстырсақ болады. Мысалы, осы үшеуін үш банк деп қарастырайық. Яғни біріншісі бізде БЦК банкі болсын, екіншісі бізде Каспий банкі болсын, үшіншісі бізде Халық банк болсын деп ойластырайық. Және де бұның өлшемдері 9, 17, 7 болатын болса, онда бұны адамдар деп елестеп, және бұл бізде 9 адам БЦК-дан депозит ашты деп ойлайық. Мына жерде 17 адам, мына жерде 7 адам осылайынан депозит ашты деп ойластырайық. Енді бізде тағы да мынандай жиындар бар екен. Бізде тағы да мынандай өлшемдер бар екен. 6, мысалы 3 және де 3 деп алайық. Бұл жерде мынандай. Бұл 6 мына бірінші жиынға да және де екінші жиынға да қатысты. Олай болатын болса, 6 адам, яғни олар БЦК-дан да және де Каспийден де депозит ашты деп ойластырайық. Мына жердегі 3 адам бізде Каспий мен Халықта ашты деп ойласақ, мына үштікті біз Халық пен БЦК-да да ашты деп қарастырайық. Яғни мына 6 адам, ол мына 9 пен 17 адамдардың қатарында. Яғни БЦК-дан да Каспийден де ашқан. Сол секілді қалғандары да. Және де бір өлшемді алайық, 2 деп. Осы 2 бізде 3 жиынға да қатысы бар деп қарастырайық. Енді сұрақ, барлығы қанша адам депозит ашты, немесе осы 3 жиында барлығы қандай өлшем? Енді бұл жерде біз мынандай 2 тәсілмен шығарсақ болады екен. Бірінші тәсілі біз Эйлер-Вен дөңгелегімен шығарып көрейік. Бізде мынандай шеңберді, бір шеңбер бір жиынға жауап береді. Яғни мынау бізде бірінші жиын, мынау бізде екінші жиын, және де мынау бізде үшінші жиын. Үшеуін осылай орналастырып алдым, себебі бізде қиылысулар бар. Қиылысу деген сөз бағанағы бізде 6 адам. Яғни бізде біріншісі БЦК болатын болса, екіншісі Каспий болатын болса, үшіншісі Халық болды. Енді біз өлшемдерін жазып алайық. БЦК-да бізде 9, Каспийде 17, және де Халықта 7. 6 адам БЦК мен Каспийден алады, 3 адам Каспий мен Халықтан алады, және де 3 адам Халық пен БЦК-дан ашады, депозит ашады. Енді бізде ортақ сан бар, 2 деген. Ол үшеуіне де қатысты болғандықтан, үшеуінің қиылысу нүктесіне жазып қояйын 2-ні. Сонда осыны қосып шығамыз. Енді бұл жерде мынандай қарапайым формула жұмыс жасайды екен. Енді біз мына 3 жиындарды қосып шығамыз. Яғни 9, 17, 7-нің барлығын қосып шығамыз. 9 қосылған, 17 қосылған, 7. Және де бұдан біз қиылысуларын алып тастауымыз қажет. 6, 3, 3. Осының үшеуін алып тастаймыз. -6, -3, -3. Және де ең соңында біз жаңа айттық, мына жерде 2 бар. Үшеуіне де қатысты, яғни 2 қосамыз соңында. Сонда бізде есептейтін болсақ, мына жерде бізде жойылып кетеді. 17-ге 7-ні қоссақ бізде болады 24. 24-ке 2-ні қосамыз бізде 26. 26-дан 3-ті алатын болсақ бізде 23-ке тең болады екен. Яғни бізде барлығы 23-ке тең. Осы 3 жиынға да қатысты өлшемдер 23-ке тең болады екен. Енді келесі екінші тәсіл. Екінші тәсілде біз формула арқылы шығарамыз. Яғни бірігу, қиылысудың барлығын қарастырамыз. Біріншіден белгілеп алайық. Бірінші жиынды NA, екінші жиынды NB, үшінші жиынды NC деп осылайынан белгілеп алып, өлшемдерін жазып қояйық. 9, 17 және де 7. Одан кейін бізде қиылысулар бар. Бағанағы 6 адам ол бізде БЦК-ға да және Каспийге де қатысты. Онда бізде А мен Б-ның бірігуі ол бізде 6-ға тең. Келесі Б мен С-ның бірігуі 3-ке тең, және де А мен С-ның бірігуі 3-ке тең екен. Және де үшеуіне де қатысты, үшеуінің бірігуі бізде 2-ге тең екен. Енді бізде мынандай формула бар екен. Үшеуінің қиылысуын, яғни барлығын табуымыз қажет. Олай болатын болса, біз барлық жиындарды бір-біріне қосып шығамыз. Және де осыдан қиылысу нүктелерін, яғни мыналардың бірігуін алып тастаймыз. Азайтылған NA Б мен бірігуі, азайтамыз Б мен С-ның бірігуі, және азайтамыз А мен С-ның бірігуі. Соңында біз мынаны қосып шықтық, яғни соңында осыны қосып алуымыз керекпіз.
А, Б, С. Енді барлығын орнына қоятын болсақ, бізде мынауымыз 9-ға тең, n-іміз бізде 17-ге тең, n-сіміз бізде 7-ге тең, азайтылған 6, азайтылған 3, азайтылған 3, және де қосылған 2 бар екен. Бұл жерде де бізде жауап 23 болады екен. Сонда осы банкте ашқан адамдардың саны 23-ке тең екен. Егер комментарий болса жазып кетіңіздер, матсауаттылыққа байланысты есептер көбіректен шығаратын боламыз.